Сосын ағайындар тойдың басында айтып кететін жағдай, қателеспейік, тілек айтқанда қателеспейік. 63 жас пайғамбар жас деп айтып жатамыз, ол дұрыс емес. Себебін айтайын, пайғамбарға пайғамбарлық 40 жасында келген. Пайғамбар 63 жасында дүниеден өткен. Оны кімдер тойлаған? Оны дұшпандары тойлаған. Бүгін біз пайғамбар жас емес, әкеміздің зейнетақы тойын тойлап жатырмыз. Сондықтан да пайғамбар жас деп айтпайық, пайғамбар жас ол 40 жас. Пайғамбарлық 40-қа келген. Ақының алқа топты жарсын деймін, бұл тойда әсем әнге салсын деймін. Сәтбек көкем домбырамен ән салды ғой, бұл кісіге шапалақ болсын деймін. Шапалақ соғып тұрған ағалардың маңдайдағы бақыты жансын деймін. Шапалақ соғып тұрған жеңгелерім күн сайын төркініне барсын деймін. Шапалақ соғып тұрған шалдарымның қалтасы пенсияға толсын деймін. Шапалақ соқпай отқан кемпірлердің шалдары бір-бір тоқал алсын деймін. Аллаға шүкір дейміз да, баяғыда білесіздер. Қазір біреулер айтып жатыр, ойбай, президент өзгерді, ең бастысы тыныштық. Аллаға шүкір деймін да. Бүгін міне жексенбі тойдамыз. Бүгін 4-ші күн тойдамыз. Баяғыда білесіздер, тек қана суббота күн той жасайтын. Қазір Аллаға бір шүкіршілік ету керек. Аптаның әр күні тойдамыз. Дүйсенбіде үйлену, мәңгі көктем күйгену, сейсенбіде ұзату, бір-біріне тіл қату, сәрсенбіде беташар, қазан-қазан етасар, бейсенбіде 30-40 елу жас, жұма күні сүндет той, сенбі күні міндет той, жексенбіде таңдатар, аптаның әр күні той тойлау қазаққа ғана жарасар. Ырысты болып берекең. Ең алдымен ағайын, құтты болсын бүгінгі жасап жатқан мерекең. Көңілі гүлдей шалқыған қазақта ел қайда, даласы жусаннан қырған өзіңдей жыр қайда.